Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай үй жағдайында жасалатын өте оңай мохито жасайтын боламыз. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге лимон, жалбыз жапырағы, спрайт, мұз және де дайындайтын осындай ыдысымыз қажет болады. Енді лимонымызды жақсылап жуып аламыз да, керек емес жерін алып тастап, турап алатын боламыз. Бізге лимонның 3 тілімі қажет болады. Осылай тілімін алып графинімізге саламыз. Содан кейін жалбыз жапырағы, яғни оны да жақсылап тазалап жуып аламыз да. Кейін жалбыз жапырағын салатын боламыз. Яғни мята орысша айтқанда. Жалбыз жапырағын саламыз. Содан кейін мұздатқышта қатырылған мұзымызды салатын боламыз оның үстіне. Осылай мұзымызды салып шығамыз. Содан кейін спрайт согын қоятын боламыз. Осының үстіне спрайт согымызды құйып шығамыз. Сонымен біздің мохитомыз дайын болды. Енді оны тоңазытқышқа салқындатып қойып, кейін ішсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болады. Мінекей дайын болды. Енді оны салқындатып тек іше беруіңізге болады. Сіздерге видео ұнайды деген ойдамын. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Көргендеріңізге рахмет.